Бір жылдан асқан үзілістен кейін Естай атындағы Мәдениет сарайының шымылдығы Ертіс әуендері атты ардагерлер хорының концертімен түрілді. Жанды орындауды сағынып қалған өнерсүйер қауым өнерпаз қарттарға құлшына қол соқты. Әлеуметтік арақашықтықты сақтап, 30% толымдылықпен өткен ән концерті ұлы жеңіс мерекесіне арналып отыр. Ертіс әуендері атты ардагерлер хорының құрылғанына 2 жылы жеңіс күніне арналған айлық аясында ұйымдастырылған бұл концерт аталған хордың екінші ән кеші. Қалалық ардагерлер кеңесінің жанынан құрылған ұжымның жасақталуына үлес қосқан белгілі музыкант Виктор Денисенконың бүгінгі шараға көңілі толды. При всем при том, что сложная сцена. Хор ұжымы үшін акустика жағынан бұл өте күрделі, қиын сахна. Біздің ардагерлеріміз осы акустиканы бұзып жарып, әдемі сапалы өнер көрсетті. Білесіз бе, мен бүгін таза шығармашылық ауамен тыныстап, керемет демалдым. Я сегодня получил глоток свежего, творческого воздуха. Хор мүшелерінің орта жасы 72-де, ұжымда әр салада еңбек еткен, алайда өнерге құштар жандар бас қосты. Хордан бір 10 шақты әніміз бар жасаған. Енді солыны жеке айтатын кісілеріміз де бар. Бәрі былайша айтқанда қатысы мүшелері бәрі. Бұрын өнерпаз үйірмелерінде қатынасқан кілең енді өнер сүйер қауым 86 жасқа, 88 жасқа дейін ақсақалдарымыз бар арамызда. Аталған хордың елімізде теңдесі жоқ. Өнерпаздар сахналық киім, музыкалық аспаптармен толық қамтамасыз етілді. Бұған қала әкімшілігі демеушілік білдірді. Естай атындағы Мәдениет сарайында дайындық жасайтын арнайы кабинеттері де бар. Біздің жас өспірімдерге үлкен үлгі деп санаймын. Өйткені осындай өзінің оптимизмдерін, өздерін өмірге деген құштарлығын көрсетіп жатыр. Және де бұл бүгінгі шара осы біздің ардагерлерді еске алу деп айлығы осы бастауда осы қарсаңда өткізіліп жатыр. Ардагерлер кеңесінің хорына үлкен творчестволық шабыт тілеймін, сәттілік тілеймін, денсаулық тілеймін. Әрқашан осындай сахнадан түспесін, тек қана жаңа қойылымдар көп болсын. Хор 16 сәуір күні Ақсу қаласында, 23 күні Екібастұзда концерт береді. Алдағы уақытта Семей, Қарағанды аймағы мен Нұрсұлтанға гастрольдік сапармен шықпақшы. Сондай-ақ Ресейдің Алтай өлкесіне де өнер көрсетіп қайтуды жоспарлап отыр. Гүлсара Маликова, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.